Енді бізге көрпеміздің ортасындағы сырылған квадраттарымызды дайындау керек болады. Бұның размері 36-да 36 сантиметр. Осы жерді қалай дұрыстап сызып, бірдей қылдыру керектігін көрсететін боламын. Мінекей, ол үшін біз 3 матаны пайдаланамыз. Астына мен ақ матаны алдым. Бұл менде сатин. Мына 100-дік синтепоным және де бетіне арналған өзімнің велюр матам. Бұл жерде біздің квадраттарымыздың өлшемі 40-та 40 сантиметр. Неге десеңіз, мынаны мен 36-36 деп айттым ғой. 40-та 40 етіп аласыз, себебі сырып тіккен кезде бетін матамыз жиырылып отыратын болады. Артық жерін 36-да 36 қылдырып өлшеп аламыз да, артық жерін қиып алып тастаймыз. Сонымен біз осындай ромб етіп жасауымызға да болады, квадрат етіп те, немесе өзіңізге ұнайтын кез келген форманы алып істесеңіз болады. Бұл жерде мен қашықтықтары міне 4,5 сантиметр өзімнің линейкамның ширинасымен ала бердім. Міне 4,5 кез келген жерден 4,5 сантиметрді түсіресіз де, осының қалыңдығымен немесе өлшеп отырып шығарасыз. Одан кейін келесі жақ бағытына, мысалға, былай қойсаңыз ромбегіңіз басқаша шығады, былай қойсаңыз басқаша, немесе квадрат болып шығады. Өзіңізге ұнайтын форманы келтіресіз де осылай сызасыз. Енді осы 3 бірдей квадратымыз қалай бірдей болып шыққаны дұрыс, соны жасайтын боламыз. Ол үшін міне сызылған бірінші кез келген формада сызып аласыз, өзіңізге ұнайтындай қылдырып, келесілерін бетіне бетін қойып келтіретін боламыз. Ол үшін не істейміз? Міне қараңыз, мынаның астындағымыз бар ғой. Сызылған бір жерден бірінші мына бұрыштарды келтіріп алыңыз. Міне сызылған жерден кез келген бір неде белгілеп аламыз. Мінекей, біреуі кетті. Енді екінші жағын ашамыз. Біз мына сызықты келтіріп жатырмыз. Ашамыз да, мына яқтан тоқтап тұр. Осы жерден белгі қоямыз. Белгі қойғаннан кейін, мінекей, екеусін бір-біріне қосамыз. Мінекей, басын бастадық, қостым. Енді осы линейканың енімен жай ғана сызықтарымды жүргізіп өтемін. Міне сызықтарын жүргіздім. Енді келесі жақ бетін қалай істейміз? Яғни біздің ромбымыз келесі қарама-қайшы нелерімізді, сызықтарымызды жүргізу керекпіз. Ол үшін қалай істейміз? Дәл солай, мінекей, мына сызықтарымыз жүрді біздің. Енді келесі жағына тура солай белгі жасап аламыз. Мәселен, мына жақ шетінен міне бірінші сызығымызды белгіледік. Осы мына жағына ашамыз. Қай сызықпен жүрдік? Міне мына сызықпен жүрдік. Осының жүру жолын табамыз. Міне мына жаққа дейін барды. Яғни мына жақтан тоқтады. Екеусіне белгі жүргіздім. Бір-біріне қосамыз. Қостық. Міне біздің ромбегіміздің басы шықты. Қазір мен сізге бір жақ шетін толығымен көрсетіп шығам. Қараңыз, міне бетін былай сыздық, енді асты. Екесі дәл бірдей болып шығады. Сол кезде сіздің көрпеңіз әдемі болып көрінеді. Бізге енді сэндвичімізді дайындау керек болады. Ол үшін біз бірінші астарлық матамызды қоямыз. Мен астарлыққа осындай куртка, пальтоларға арналған астар матаны пайдаландым. Одан кейін біздің синтепонымыз, дәл осындай 100-дік синтепонды пайдаланатын боламыз. Осыны ортасына қоямыз. Одан кейін біздің матовый велюр матамыз, осыны бетіне қоямыз. Міне жан жағында мата шығып тұрса, оның ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылай қоямыз да, жан жағын прищепкамен, инемен бекітіп шығамыз. Мінекей, жан жағын осылай прищепка болса, прищепкамен бекітіп алыңыз. Болмайтын болса, жай ғана осындай инемен осы ромбиктарымыздың ортасынан 3 қабатты алып алатындай етіп, барлығын бірдей ұстау керек. Осындай ромбиктардың ортасынан бекітіп шығамыз. Бұл бізде маталарымыздың жылжымауы үшін.
бекітіп болғаннан кейін машинкаға көшеміз. Біз дәл қазір көпшікті осы көрпеміздің ортасын сырып тігетін боламыз. Ол үшін мінекей бір бағытта ортасынан бастап астыға қарай оң жағынан бір, сол жағынан бір тігетін боламыз. Ол бізде астарғы синтепонымыз бен астар матамыздың жылжып кетпеуі үшін мінекей дәл ортасынан бастаймын. Бисмилля. Осылай матаңызды ұстап отырып, сызған сызығыңыздың бойымен жүріп өтесіз. Мінекей бірінші тігісімізді жүргіздік. Енді оң жағынан бір, сол жағынан бір, екеуісін чередовать етіп отырып тігісімізді жүргіземіз және де келесі бұрышқа келесі жағын тігеміз. Мінекей бір жақ шетін полностью сырып болдым, яғни бір бағытта сырып бітірдім. Енді келесі бағытымызды мына жақ шеттен бастап тігіс жүргізіп бастаймыз. Дәл солай ортасынан бастап астыға қарай оң жағынан бір, сол жағынан бір, оң жағынан бір, сол жағынан бір, сол осылай чередовать еткеннің көмегімен сіздің астыңғы бөлігіңіз жиналмайтын болады, жиырылмай әдемі болып шығады. Бисмилля. Мінекей дәл осылай оң жақтан сол жақтан бір деп осы технологиямен қалған екі квадратымызды да дайындайтын боламыз. Одан кейін артық жерін қиямыз. Міне біздің сырылған квадратымыз осындай болып шығады. Астың жағы осындай, кейбір жерлерде жылжиды, оның ешқандай қиындығы жоқ, особо мән бермеңіз. Біз 40 сантиметр етіп алғамыз. Бізге қажеті 36-да 36 сантиметр. Менде мұнда 38 шығып тұр. Екі жақ шетінен өлшеп 36-да 36 квадрат қылдырып сызып аламыз. Міне, мына жақ шеттен мен 2 сантиметр алып тастадым. Осы жерді қиып аламыз. Тағы да өлшеп, тағы да 36-да 36 ровно болып шығатынға дейін өлшеп, қиып, заготовкамыз жасаймыз. Мінекей мен артық жердің барлығын қиып алып тастадым. Өлшендім. Мынау менде 0-ден бастап астына дейін міне 36. Мына жақтан бастап өлшейміз. 36 сантиметр болды. Квадратымыз түп-түзу болып шығу керек. Енді бізге осы жерде шетін барлығын полностью оверлоктап немесе түзу тігіспен жүргізіп шығу керек. Мына жан жағымдағы тігістер шашылып кетпеу үшін біріншіден, екіншіден ертең құрақтың блоктарын жинаған кезде ашылып кетпеу үшін. Жай ғана түзу тігіс жүргізіп шығамыз. Мінекей қараңыз. 3 мм қашықтықта түзу тігіс жүргізіп шықтым. Жан жағын барлығын бекіттім. Астарымыз біздің осындай болады. Мінекей болды, бекіттік. Енді біз көрпеміздің бетін жалғайтын боламыз.